Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Абай Құнанбайұлының «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңі. Сабақтың мақсаты 10.1.2.1 әдебиет шығарманың жанрлық табиғатын тану. 10.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Балалар, біз осы тақырыпқа дейін Абай Құнанбайұлының өмір жолымен танысқан болатынбыз. Сондай-ақ балаларына арналған арна өлеңдері, сонымен қатар табиғат лирикасына жазылған өлеңдермен таныспыз. Бүгінгі өтетін өлеңіміз «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңі. Мен мына бір пікірге көңіл аудартқым келеді. Мұхтар Әуезов 1895 жылы Әбдірахманның өлімімен байланысты қайғы-мұңға бату үстінде Абай дін мәселесі мен адамның жаратылыс сыры туысындағы екі өлеңмен соғып өтеді. Бұның бірі ақынның жанымен аңғартқан «Лай суға май бітпес» деген өлеңі. Бұл пікірді қалдырушы Мұхтар Омарханұлы Әуезов, Абайдың немере інісі болып келеді. Бұл біздің өлеңіміздің жаңағы ақынның ұлы Әбдірахманның қазасына байланысты жазылған өлең екенін дәлелі. Бұл өлең ақынның ұлы Әбдірахманның қазасына байланысты шығарылған. Халқын надандықтан арылтып, жарқын болашаққа бастар деп үміттенген баласы қайтыс болғанда, ақын жанына таяныш таба алмай, дінге сүйенгісі келеді. Осы кезеңде 1895 жылы жазылған «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңінде Абай ойшылдығы мен сыршылдығы терең үндестік табады. Өлең өте күрделі. Ең алдымен «Лай суға май бітпес қой өткенге» деген өлең жолдарының өзінде үлкен мағына жатыр. Абайдың мысалға жылқы немесе сиырды алмай, қойды алуының өзіндік себебі бар. Қойдың етінің де, сорпасының да қуаты күшті болады. Қойдың еті қорғасын делінетіні сондықтан. Ал қойдың майы, әсіресе құйрық майы, бірден бір ем. Балалар, ендігі сабағымыздың жалғасын осы өлеңді талдау арқылы жалғастырайық. Лай суға май бітпес қой өткенге. Лай суға май бітпес қой өткенге, күлеміз қасқыр жалдап дәметкенге. Сол қасқырша алақтап, түк таппадым, көңілдің жайлауынан ел кеткен бе. Берген бе Тәңірім саған өзге туыс, қыласың жер жаһанды бір-ақ уыс. Шарықтап шартараптан көңіл сорлы, таппаған бір тиянақ неткен қуыс. Күні түні ойымды бір-ақ Тәңірі, өзіңе құмар қылған оның әмірі. Халыққа мақұлық ақылы жете алмайды, ойымен білген нәрсінің өрі дәхірі. Осы жерде балалар дәптерді жазып отырамыз. Бірінші шумақта не айтылады? Лай суға май бітпес қой өткенге, күлеміз қасқыр жалап дәметкенге. Сол қасқырша алақтап түк таппадық, көңілдің жайлауынан ел кеткен бе. Өмірді қызықтап қана өмір сүрмей, әрекет жасап, мәнді өмір сүру керек. Осы жерде көңілдің жайлауы деген сөз тіркесін дәптерлеріңе белгілеп қойыңдар. Лай су белгілеп қойыңыздар. Келесі шумақ. Берген бе Тәңірім саған өзге туыс, қыласың жер жаһанды бір-ақ уыс.
Шарықтырап шартараптан көңіл толқып, таппаған бір тақияның неткен құс. Ит жақын туысынан айырылу өте қиынға соғады. Жер бетінен қанша іздесең де ондай туыс таба алмайсың. Сондықтан да әлемде жалғыз қалғандай күй кешесің дейді. Күні түні ойымда бірақ тәңірі, өзіңе құмар қылған оның өмірі. Халиққа мақұлық ақылы жете алмайды, ойымен білген көрген бәрі дақыры. Жаратушы қалай тағдырды жазса, соны бастан өткізесің, оны өзгерте алмайсың дейді. Балалар, бұл өлеңнің жалғасын өздерің талдап, мазмұны жағынан анықтап қоясыздар. Келесі тапсырма. Өлеңде қолданылған өзекті мәселені анықтаңыз. Мәселенің туындау себептерін 3 дәлел келтіре жазыңыз. Өз ойыңызды қорытындылаңыз. Негізгі ойға талдау жасау барысында автордың өмір сүрген уақыты, кеңістігі, қоршаған ортасына деген көзқарасын ескеріңіз. Балалар, бұл талдауды біз фишбоун әдісіне салайық, яғни балық қаңқасы. Өзекті мәселе бұл балықтың бас жағына орналастырасыздар. Мәселенің себептерін жоғарғы жағына, қабырғасының себептерінің дәлелдеріне қабырғаның астыңғы жағына. Ал енді ойымызды қорыту, ол балықтың құйрығына жазылады. Бағалау критерийі. Өлең композициясындағы өзекті ойды анықтайды. Айтпақ ойының себептерін түсіндіреді. Әрбір аталған себептерді дәлелдейді. Өзіндік қорытынды пікірді білдіреді. Автордың өмір сүрген уақыты, ортасы туралы пікірді ескереді. Балалар, міне сіздерге тапсырма берілді, бағалау критерийі берілді. Сіздер осы тапсырманы орындап, маған жібересіздер. Сәттілік.